Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Инвестициялық даулардың 80%-ында мемлекеттік органдардың уәжі теріс болып шығады. Бұл туралы инвесторлардың құқығын арттыруға бағытталған форумда айтылды. Жоғарғы сотқа жүгінетіндердің дені мұнайға, жер қойнауын пайдалану мәселелер бойынша арыз талап береді екен. Мерей Мұратқанқызы тарқатады. Инвестицияның тапшылығы экономиканың тежелуіне алып келеді. Сондықтан инвесторларға қолайлы жағдай жасау маңызды. Бұл тұрғыда Қазақстан посткеңестік кеңістік пен Орталық Азия елдері арасында жетекші мемлекет саналады. Әрі тікелей шетелдік инвестицияларды тарту бойынша әлемнің 50 озық елінің қатарынан көріндік. Ауыз толтырып айтар мысал көп. Даулы мәселелер де жоқ емес. Біз кімді инвестор деп табу мәселесі әрқашан осындай сұрақтар туындатып жатыр. Оның бұл министрліктердің комитеті бар, инвестиция тарту туралы. Инвестиция мәселесімен айналысатын акционерлік қоғамдар бар. Бірақ бұлардың барлығы өздері осы шетелдік инвесторлардың тізімін бүгінгі күнге шейін әлі түзбей келеді. Бір қызығы сол мемлекеттік органдардың өзі жоғарғы сотқа шағымдануды әдетке айналдырыпты. Әкімшілік істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Аслан Төкеев бұған инвесторлармен өзара іс-қимыл жасаудағы салғырттық себеп дейді. Сондықтан болар даулардың 80%-ында инвесторлардың уәжі дұрыс болып шығады. Претензии у инвесторов к государственным органам заключаются. Инвесторды тарту, жобаларды қолдау бойынша әсіресе министрліктердің немқұрайлылығына уәж көп. Олар жауапкершіліктен қашуға тырысады. Бұл инвесторлар үшін жалпы тәуекелді көріп, қаржылық әлеуетін бағамдауға мүмкіндік бермей тұр. Себебі талаптар көп. Бірақ сот көп жағдайда кәсіпкерлердің уәжі дұрыс екенін біліп жатады. Инвестициялық климаттың түзелуіне инвесторлардың ашықтығы да ықпал етеді. Экономикамыздың өсуіне сүбелі үлес қосып отырған компаниялар кедергілерді айту арқылы кемелденуге мүдделі. Бүгінгі осы форумда көтерілетін мәселелердің бірі бұл әрине прокуратураның арнайы ұсыныстары. Бұл прокуратура конституциялық заңына сәйкес олар ұсыныс бере алады, бірақ ол ұсынысты әкімшілік сот арқылы өкінішке орай біз шағым түсіре алмаймыз. Сондай акт бар. Бұл заңның кем тұсы деп есептейміз. Яғни ол осындай ұсынысы арқылы экологиялық департамент бізге әкімшілік іс қозғайды. Бірақ ол кәсіпкерлік кодекске де кейбір кезде заңдаспайды. Елде инвестиция тарту бойынша штаб құрылды. Кәсіпкерлер мен инвесторларды қолдауға басымдық берілетіні анық. По поручению главы государства прокурорами всех регионов начато. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес барлық өңірлердегі прокурорлар маңызды инвестициялық жобаларды қадағалап отырады. Осылайша туындаған мәселелер дереу шешіледі. Бүгінге дейін жалпы құны 1,5 триллион теңге болатын 89 жоба қаралды. Ведомствоаралық комиссияда мемлекеттік органдардың әрекетін бақылайды. Елде инвестициялық жобаларды жасыл дәліз негізінде қолдау қолға алынбақ. Пилоттық режимде ұлттық сандық инвестициялық платформасын алып жатыр. Алғашқы жарты жылдықта пайдалануға беріледі. Ол арқылы министрліктердің интеграциясын реттеуге болады. Заңға жаңағы инвесторларға байланысты, кәсіпкерлерге байланысты келісім шартты заңсыз деп табу мәселелері бойынша істерді жалпы азаматтық алқадан әкімшілік алқаға ауыстыру мәселесі сол кезде өйткені әкімшілік алқадағы істерді қарайтын судьялардың бұл инвесторлар мен кәсіпкерлердің мүддесіне 61%-ға дейін шешіп жатыр. Олар оң практика және де олардың жүктемесі жалпы азаматтық алқаға қарағанда аздау. Форумға қатысқандар инвесторлардың құқығы соттар арқылы қорғалып жатқанын мойындады. Енді мемлекеттік органдар мен инвесторлардың тең жауапкершілігін қамтамасыз ету маңызды. Мерей Мұратқанқызы, Қанат Махмутов, 24 KZ.